Қайырлы күн достар. Бүгін мандарин мен құрмадан жасыл шөптерді араластырып, пайдалы салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жасыл шөптер, пекин капустасы, руккола, салат жапырағы, мандарин, құрма, анар, қайнатылған жұмыртқа, авокадо және бальзам соусы қажет. Әуелі пекин капустасы, руккола, салат жапырағына зәйтүн майын, тұз, бұрышты қосып араластырып, үлкен ағаш табаққа жайып саламыз. Содан соң мандаринді тазалап, ұсақ бөліктерге бөліп, жасыл шөптердің үстінен қойып шығамыз. Оның үстінен жіңішкелеп туралған авокадоны қосамыз. Үстінен ірілеп туралған құрманы ретімен орналастырамыз. Екі жұмыртқаны ұзынша етіп кесіп, бетінен қоямыз. Одан кейін анар дәндерін сеуіп шығамыз. Ең соңында бальзам соусын бетіне жағамыз. Міне достар, өте керемет, ерекше дәмді, әрі пайдалы салат дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.